Ассалаумағалейкум, құрметті әріптестер, қайырлы күн. Сіздер мемлекеттік сатып алу порталында конкурс ойнатқан жағдайда, немесе открытый конкурс ойнатқан жағдайда, сіздерге обсуждениеден хат келуі мүмкін. Оған жауап бересіздер, және де камеральный контрольден сіздерге хат келеді, уведомление. Сіздер осы мемлекеттік сатып алу порталына кірген кезде міндетті түрде оған таныстым деп қол қоясыздар. Бізде открытый конкурстан камеральный контрольдан хат келді, соны біз орындайтын боламыз. Себебі біз поставщиктердің құқықтарын шектеп қойғанбыз, яғни қатаң талап қойып қойғанбыз. Сәл жанға қайшы болып тұр, соны біз орындайтын боламыз. Ал егер сіздер бірінші нақтылап алуларыңыз керек, келген уведомление, сіз мына конкурс мысалы опубликован болып тұр ғой, соны атмен беруге келіп тұр ма, немесе техникалық сипаттаманы өзгертуге келіп тұр ма, соны мұқият танысып оқып алыңыздар. Ол уведомлениені қарау үшін рабочий кабинет журналының ішінде журнал уведомление деп тұрады, соған кіресіздер. Міне мен кірдім, уведомление номері, первое направление болып тұрады. Егер 2 қайтара жіберсе, екінші, үшінші қайтара болады. Кім жібергені, аты жөні, және госсовкаға кім кірді, сол адам міндетті түрде ознакомлен болды. Ол сізге айтпай қалды мүмкін. Сол кезде уақыты бәрі тұр. Мысалы 15 сәуір 14:29-да сол уведомлениемен танысып, яғни СП-мен қол қойған. Бұл жағдайда сіз білмеуіңіз де мүмкін. Госсовкамен жұмыс жасайтын адам байқамай қол қойып жүруі мүмкін. Осы танысасыздар, танысқан кезде міне внесение изменений конкурсной документация, аукционной документация деп тұр. Яғни біз конкурс атмен бермейміз, техникалық сипаттамаға өзгерістер жасаймыз. Оған ең біріншіден конкурста кім секретарь, дәл сол секретардың кілтімен кіресіздер. Статус опубликован. Біздер алдында 14-те бердік, 17-сі күні обсуждение бітті. Бүгін 17 сәуір, 17-тен бастап бізде уже дата начала приема заявок болды. Яғни 14-ті, 15-і, 16-сы 3 күн бізде обсуждение болды. Обсуждение уақытында сіздерге өзгеріс жасауға доступ бермейді. Міне 17-сі күні болды, 17-тен бастап прием заявок басталған кезде доступны действиеде внести изменение документации деп тұрады. Ал обсуждение уақытында бұл шықпайды. Сіздер қатты уайымдамаңыздар. Обсуждение біткеннен кейін внести изменение документации деген шығады. Егер сіздер камеральный контрольға дұрыс емес деп сөйлесіп, без исполнения уведомления істейтін болсаңыздар, олай да істеуге болады, бірақ нарушение болып кетуі мүмкін, штрафқа ілігіп қалулары мүмкін. Внести изменение документации жасайтын боламыз. Осы жерде сол конкурстың аты жөні барлығы тұрады. Себебі сіздерде бірнеше лот болуы мүмкін. Именно қай лот бойынша изменение жасайтыныңызды көрсетеді. Бізде бір лот болғасын, біреу ғана шығып тұр. Галочка қойып, далее басамыз. Тағы да галочка батырмасын басып, далее батырмасын басамыз. Содан кейін фио представитель дегенге мына жерге добавить деп тұрады. Соған добавить батырмасын басып, өзіңіздің представитель кім болды сізде? Конкурс ойнатқан кезде директор болды ма, директор руководитель болды ма, оның орнында зам болды ма? Соны тауып аласыздар. Оны тауып алу үшін бұрынғы договорда астында тұрады ғой директордың фамилиясы, аты жөні, дәл соны копировать етіп, мына жерге вставить етіп қоясыздар да. Поиск батырмасын басасыз. Сол кезде сіздердің директорлеріңіз шығады, выбрать батырмасын басасыз. Директор болғанда конкурсқа кім представитель, соны тауып алып, сохранить батырмасын басасыздар. Сохранить басқаннан кейін сформировать протокол обсуждения. Бұл действияның бәрі секретардың кілтімен кіріліп жасалады. Енді қараңыздар, басқаннан кейін отменить закупку, приостановить закупку, изменить комиссия, изменить данные представителя деп 4 ғана шықты. Бізде оның алдында 6 шығып тұрған.
Енді осыдан кейін директордың кілтімен кіресіздер. Дәл жаңа объявление тауып аласыздар. Мои объявление. Статус опубликован болып тұр әлі. Соның ішіне протоколға кіресіздер. Протоколға кірген кезде, директордың кілтімен кірген кезде дәл осы протокол тұр. Жаңа секретармен жібердік. Дәл осыған қол қоясыздар. Мына жерде шықтыр. Было объявление. Было принято решение внести изменения, дополнение проекта конкурсной документации деп тұр. Міне осында екеуі шықты. Енді біз жаңа секретаршының кілтімен қайттан мои объявление кіреміз. Бізде мына қарасаңыздар, опубликован болып тұрады, изменена документация деп тұр, проект изменена документация деп тұр. Осыған карандашпен басып, ішінде именно қайсысы дұрыс емес, соны өзгертетін боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Пайдам тисе комментарий басып, лайк басып қойыңыздар, комментарий жазып қойыңыздар. Қош сау болыңыздар.